перзентті болу үшін бала бақытын сезіне алмай жүрген жандар үшін керемет дұға. Ең алдымен жақсылап дәрет алып, 2 ракағат намаз оқып, екінші ракағаттың сәждесінде 40 рет Құрандағы мына аятты дұғаны оқу керек. Астағфиру билла, Рабби ла тазарни фардан ва анта хайрул варисин. Ей Раббым, мені қу бас етіп жалғыз қалдыра көрме. Барлығы өліп өшкеннен кейін мәңгі қалушы өзіңсің, мирасқорлардың ең хайырлысы өзіңсің деп дұға жасасаңыз, Алла иншалла дұғаңызды қабыл қылады. Закария пайғамбар осылай дұға жасаған кезде фастажабна лаху, біз оның дұғасын қабыл еттік. Ва вахабна лаху Яхия, және Яхия деген баланы бердік дейді. Ал 40 санына келетін болсақ, Құран мен хадисте бұл көптен көп кездеседі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сендердің әрбіреулерің анасының құрсағында 40 күн тамшы болып жиналып тұрасыңдар дейді. Алла тағала перзенті болмай жүргендерге Алла тағала хайырлы перзент нәсіп етсін иншалла.